Сәлеметсіздер ме көрермендерім, биылғы 2023 жылы қоян жылы бізге құт береке әкелсін. Дастарханымыз әдемі сәнді болу үшін осындай қоян салатын жасаймыз. Ол үшін бізге мына оливье жасаймыз. Жылда жаңа жылға жасайтын оливье. Құрамына не қосылатынын барлықтарыңыз білесіздер. Сол дайын заттың барлығын ыдысқа саламыз да араластырамыз майонез қосып. Өте сұйық болмау керек, қою болған дұрыс, өйткені қазір біз тарелкаға қоянның жаңағы пішінін жасаймыз. Мына жерде жұмыртқа ағы мен сарысын бөлек қоясыздар. Ағын ірісімен өткізесіздер теркімен, сарысын кішкентай жағымен өткізіп дайындап аласыздар. Және мынандай үлкендеу ыдыс керек, тарелка, сопақтау. Енді осы дайын салатынымызды осы тарелкаға қоянның пішінін жасаймыз. Әдемелеп топ-томалақ қылып басын жасап аламыз. Міне, басын жасап алдық томалақ қылып. Өздеріңіз қолдарыңызбен әдемелеп келтіресіздер. Және екі құлағын жасаймыз қазір. Міне, дайындап болдық қоянның пішін. Енді жаңа теркадан өткізіліп қойған жұмыртқаның ағын үстіне барлық жеріне сеуіп әппақ қылып ақ қоянын жасаймыз. Тегіс қылып бар жағын жауып, барлық жерін жауып тастаймыз. Міне әппақ қылып қоянды жасап қойдық. Енді төбесіне сарысынан сеуіп қоямыз әдемілеп екі құлағына. Міне әдемілеп сеуіп қойдық. Енді бұл қоянды көзін, мұрнын барлығын сәндейміз. Міне көзін мен шиеден жасадым. Шиенің вареньесінен шиені жуып аласыздар. Салфеткамен кептіресіздер, құрғатып, сосын мына көзіне, мұрнына пайдаланасыздар. Ал мына қасы кәдімгі пачкеде тұратын құрма, қайшымен қиып алдым. Мұрны да шие. Аузына мынандай сәбізді қиып алдым дайындап. Және қазір мұртын жасаймыз. Мұртына кәдімгі жасыл свежий огурцидың қабығын кесіп аласыздар да жіңішке қиып дайындап аласыздар. Сонда әдемі қоян болып шығады. Қараңыздар. Мен енді өзімнің қолымда қандай зат бар, сондай заттармен дайындап жатырмын. Сіздерде өздеріңізде қандай мейіз болса, мейіз қоюларыңызға болады, көзіне әртүрлі нәрседен жасауға болады. Енді мына жеріне кішкентай құлағына бант қоямыз. Сәбізден жасалған піскен сәбізден кесіп аласыздар. Және жиектерін шамалы сәнді әдемі болу үшін укроппен сәндейміз. Және сол укроптың үстіне кішкене піскен сәбіз тәріздес қиып кесіп дайындап қоясыздар да жиектеріне қойып шығасыздар. Екі жағында солай дайындайсыздар. Құрметті көрермендерім, сіздерге осы жасап көрсетіп жатқан салатын пайдалы болып ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікір білдіріп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да әртүрлі тағамдармен, әртүрлі рецепттермен бөлісіп отырам. Міне алдыңғы жағына да тап сондай қылып укропты қоясыздар да үстіне майда сәбіздердің барлығын қойып шығасыздар. Міне қоян салатымыз дайын болды. Жаңа жылдық мерекеге осындай қоян салатын жасап алыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.